Көптеген қыз келіншектер пигменттік дақтар пайда болды деп уайымдап жатады. Әсіресе жүкті келіншектер. Жалпы пигменттік дақтар терінің меланинді дұрыс бөлмеуіне байланысты пайда болады. Олардың түстері әртүрлі болуы мүмкін, ақшыл, қоңырдан бастап қараға дейін, бірақ терге ұқсас құрылымы бар. Пигменттік дақтар күннің сәулесінен зақымданған терде пайда болады. Негізінде ол ауырмайды және қолайсыздық тудырмайды. Мамандар мұндай уайым бар аруларға күн сәулесінің әсерінен аулақ болуды, тері реңін түзетуге көмектесетін күтім жөніндегі құралдарды пайдалануды және аптасына 2 рет скрабтар жағып немесе пилинг жасауды ұсынады. Бұл терінің біршама тегіс болуына көмектеседі дейді. Егер шуақты күндер көп болатын аймақта тұрсаңыз, ашық жерлерде жүрген кезде әрдайым жиектері немесе күн қағары бар бас киім мен көзілдірік киіп жүргеніңіз абзал. Егер сізде мұндай мәселе бар болса, біздегі шырайлы майдарының бүгінгі саны сіздер үшін пайдалы. Көрейік. Қайырлы таң көрермендер, беттегі секпіл немесе пигменттер көп қыздың проблемасы. Оны кетіру үшін әрине косметологтың көмегіне жүгінеміз. Алайда тез жасыру үшін макияж жасауға тура келетін кездер болады. Ол үшін бізге визажистің көмегі керек, сондықтан біз Арай Қасымбайдың көмегіне жүгінбекпіз. Әдеттегідей ең алдымен макияжымызды бастамас бұрын бетімізге база жағып аламыз. База бізге бетін ылғалдандырып, жұмсақ қылуға көмектеседі. Одан кейін тоналдық кремімізді жағамыз. Қалыңдығы қаттырек тоналдық кремдерді қолданамыз. Одан кейін пигментацияға келген кезде кішкене ұрып отырып, печатты тәріздес етіп жағамыз. Осы бағыттарымызды сақтап отырып боямасақ, бізде бетімізде бір тегіс пигментацияларды жабатындай эффект ала алмаймыз. Одан кейін біз консилерді қолданамыз. Ақ түсті консилеріміз біздің сүйектің үстілеріне жағылады. Одан кейін бетке опа жағамыз. Опа ол бізге беттегі тоналдық кремнен жылтырап тұрған эффектіні бір тегіс қылуға көмектеседі. Бетіміздің контурын шығару үшін біз кішкене қоңыр түсті корректорды қолданамыз. Қоңыр түсті корректорымыз құлақ басталған жерден мұрынға дейін түсіріп отырып, мұрынға 2 саусақ жетпей жағамыз. Кисточкамен жұмыс істеген кезде кішкене беттегі дақтарымыз, пигментациямыз көрінбей бір тегіс бет аламыз. Асығып тұрған кезде жағылған макияж болғандықтан кішкене қаттығып боямай, оны гельмен кішкене қатырсақ болады. Теніміз ұзақ тұру керек. Және де жиырылып қалмау керек тендеріміз. Сол үшін біз база қолданамыз. Одан кейін бұл бізде күндізгі макияж болғандықтан көзге қатты акцент бермейміз. Қатты қылып бояп тастамаймыз. Көздің жоғары жағын бояп алған соң барлық акцент жоғары қарай кетпес үшін біз көздің астын міндетті түрде кішкене бояймыз. Мінекей құрметті көрермен, бүгін біздің пигментацияны жасыруға арналған оңай макияжымыз дайын. Әрқашан әдемі болып жүріңіздер. Келесі көріскенше.